Баршаңызға қайырлы күн. Мен Новый орта мектеп лицейінің 6 класс оқушысы Темірбек Бейбарыс Бақытбекұлы. Табиғатты аяла деп аталатын жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің форумын «Эко болашақ» номинациясы бойынша дайындаған «Мектебім жасыл мекенім» атты видеороликтер презентациясын назарларыңызға ұсынамын. Новый орта мектеп лицейі 2015 жылы жаңа 3 қабатты ғимаратқа көшті. Мектеп территориясының жалпы аумағы 8989,5 гектар. Бұл мен оқитын Новый орта мектеп лицейінің 2017 жылғы бейнесі. Қажырлы еңбектің арқасында мектеп ауласы адам танымастай өзгерді. Көктем басталысымен мектепте сенбіліктер, түрлі экологиялық акциялар ұйымдастырылады. Мектебім жасыл мекенім деп, мектебімнің жасыл мекенге айналуы үшін жасалған жұмыстармен таныстыру және үлгі ету менің осы байқауға қатысуымның басты себебі болды. Тазалық табалдырықтан басталады. Біз ауылымыздың тазалығын өз білім ортамыздан бастадық. Республикалық жас ұлан ұйымының ұйымдастыруымен өткізілген республикалық эко-пикник байқауында Новый орта мектеп лицейінің жас ұлан ұйымы жеңімпаз атанып 30 000 теңге көлеміндегі сертификат иеленді. 2019 жылы республикалық экологиялық сағат және ағаш отырғызу бойынша акцияны қолдап, эко сағат қазір баста ұранымен мектеп әкімшілігі мен мұғалімдер 50 түп ағаш отырғызды. 2021 жылы мектебімізде кішкентайлар зертханасы деп аталатын зертханалық кабинет ашылды. Бастауыш класс оқушыларының жаратылыстану пәні бойынша практикалық сабақтары осы кабинетте өтеді. Кабинет практикалық жұмыстарға қажетті барлық құралдармен жабдықталған. Гүлдер отырғызған кезде оқушылар есімдерін ыдыстарына жазып қояды. Мектебімізде оқушыларға экологиялық тәрбие беру мақсатында жасыл мектеп жобасы және гүл ғажайып дүние үйірмесі өткізіледі. Мектеп ғимаратында бір оқушыға бір гүл қағидасы бойынша 1363 оқушының отырғызған 1363 бөлме өсімдіктері бар. Мектеп ауласында 2018 түп ағаш отырғызылған. Оның ішінде 50 шие, қарақат бұталары, 50 алма ағаштары, отырғызылған ағаштардың түрлері қарағаш, тал, шырша, үйеңкі және акация ағаштары. Ағаштарды отырғызуға оқушылар, мұғалімдер мен ата-аналар үлестерін қосты. Бір тал кесен 10 тал ек қағидасы мықтап ұстанған халқымыз үшін тал егу маңызды істердің бірі. Егілген ағаштың, өскен өсімдіктің әуе алабына тигізер пайдасы зор. Жасыл өсімдіктердің көп болғаны жақсы. Себебі ауа тазарып, қолайлы микроклимат қалыптасады және шу деңгейі төмендейді. Мектеп ауласында көкөністер, сәбіз, асқабақ, кәді, қызылша өсірілетін бақша және шағын жылыжай бар. Көкөністерді күтуді, суаруды және піскен кезде жинауды жауапты класстар мен мұғалімдер орындайды. Жазғы каникул уақытында оқушылар кесте бойынша көкөністерді суарып, арамшөптерден тазалап отырады. Жылыжайда қызанақ және қияр өсіріледі. Жаратылыстану пәні бойынша өсімдіктерді отырғызу және бақылау жұмыстары осы жылыжайда жүргізіледі. Менің бұл жобаға қосқан үлесім класстарыммен бірге көкөністерді өсіруге, күтім жасауға және жинауға көмектесемін. Қайырымдылық керуені жобасы қаржылай көмекті қажет ететін оқушыларға көмек беру мақсатында құрылды. Мектеп бақшасы мен жылыжайында өскен көкөністерді тұздап, жидектерден тосап әзірлеп, зат белгілер жабыстырып сатылымға шығарады. Ақтөбе қаласында 2021 жылдың сәуір маусым аралығында өткізілген санитарлық экологиялық тазалау және абаттандыру бойынша 2 айлыққа мектебіміз белсенділікпен қатысты. Жаңақоныс елді мекенінде орналасқан балалар ойын алаңы мен футбол алаңы аумағын қоқыстардан тазалап, ағаштар отырғызды. 2 ай бойы мектебіміздегі оқушылар, мұғалімдер және кіші қызметкерлер қала тазалығына өз үлестерін қосты. Көктем басталысымен мектеп аумағында таза бейсенбі деп аталатын тазалық жұмыстары басталады. Мен өз класстарыммен бірге бекітілген территориямызды тазалау жұмыстарына қатысамын. Тазалауға жұмыстарына мектепті барлық оқушылар қатысады. Біздің мектеп қаламыздағы Элит Холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім шарт негізінде зиянды емес тұрмыстық қалдықтарды арнайы орнатылған контейнерлерге жинап, өңдеуге тапсырады. Міне, мен сіздерді көркейту, көгалдандыру бойынша жүргізілген экологиялық жұмыстармен, мектеп жылыжайы мен бақша участогымен толық таныстырдым. Менің мектебім жасыл мекенім. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.